Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі керемет фисташковый рулет жасап көретін боламыз. Бізге керекті ингредиенттер: ұн, разрыхлитель, қант, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, фисташка пастасы және сүт. Алдымен ұнға разрыхлительді салып, араластырып, шетке алып қоямыз. Одан кейін ыдысқа сүт, сары май және фисташка пастасын салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Мен бұл массаға ешқандай бояу қосқан жоқпын. Түсі осындай ақшыл жасыл болып шықты. Енді кеңірек ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, миксермен аппақ болып көпіргенше дейін араластырамыз. Енді үстіне ұн мен фисташка пастасы қосылған массаны кезек-кезек салып, ақырындап араластырамыз. Бисквиттің қамыры дайын. Енді пергамент қағазы төселген противенге бір келке етіп жайып, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 13-15 минуттай дайын болғанша пісіреміз. Әзірге кремін дайындайық. Ыдысқа творожный сыр, сливки, сахарная пудра және фисташка пастасын салып, миксермен араластырамыз. Творожный сырды тоңазытқыштан алдын ала шығарып, жібітіп қойғаныңыз жөн. Рулеттің ортасына салу үшін құлпынайды турап, дайындап қоямыз. Дайын болған бисквитті суытып, екі шетін кесіп алып тастаймыз. Кремнің 150 грамын рулетті әсемдеу үшін бөлек алып қойып, қалған 450 грамын бисквитке тегістеп жағамыз.
Құлпынайды бисквиттің шетіне бір қатар етіп тізіп, рулет қылып ораймыз. Рулетті пергаментті қағазбен немесе стрич пленкамен ораймыз. Крем бисквитке сіңу үшін рулетті бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Дайын болған рулетті бағана алып қойған креммен әсемдейміз. Үстіне кез келген жидек қойсаңыз болады. Мен құлпынайды турап және жалбызбен әсемдедім. Рулетті ортасынан бөліп көрейік. Мен бұл рецепте ешқандай бояу қоспағандықтан рулеттің түсі сарғыш болып шықты. Ал егер сіз фисташковый рулеттің түсі қанық болсын десеңіз, онда бисквитке немесе кремге аздаған жасыл пищевой краситель қоссаңыз болады. Бұл рецепт сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер.